Серік Сәпиев талай көз алдында жылады. Олимпиададағы мүмкіндіктерді қалай бағалайсыз? Лотереялық спорт тұр ғой. Марқұм Амангелді айтқанға өзіңіз інәлі шәкірт болдыңыз. Айтқан қандай өсиеті әлі күнге есіңізде? Билікке, бастық болуға, креслода отыруға ұмтылған азамат емес. Дәулет Тұрлыханов қызметінен кетті. Басшы ретінде күреске, қазақ күресіне қандай өзгеріс алып келді деп ойлайсыз? Жалпы қазаққа қорған болды. Бұл тенденция сіздің ойынша спортты дамыта ма, әлде арзандата ма? Әттеген-ай деген сәттер өте көп болды. Сәлем достар, осы аптада Аға Олимпиада басталады. Осыған орай біз студиямызға спорт журналисті, өзіміздің ағамыз Телжан Күдеровті шақырдық. Аға, қош келдіңіз. Қуаныштымыз көргенімізге. Жалпы білуімше, сіз өзіңіз подкасттарға бара бермейсіз. Бұл енді алғашқы подкаст қой деймін сіз келіп отырған. Өзіңіз ұнатпайсыз ба, әлде уақыт жоқ па? Рахмет қыздар шақырғандарыңызға. Барша көрермен алдында енді подкаст шыны керек. Бұл енді ауқымды подкасттың осы бірінші тұсаукесері сіздерге бұйырып отыр екен, сіздермен сұхбаттасуға. Жалпы мен енді өз басым баратын едім, бірақ сол уақыттың тығыздығына байланысты подкасттарға бара алмаймын. Олар шақырған кезде мен үнемі іс-сапарда болып қаламын. Одан кейін сол уақыттың сәйкестігі келмей жатқандықтан подкасттарға бармаймын. Әйтпесе енді шақырады емес шақырады, шақырмайды емес шақырады, бірақ сол уақыттың тығыздығына байланысты көп жағдайда енді іс-сапарда жүргендіктен бір белгілі уақытта, олар белгіленген уақытта мен келе алмай қалып жатам да. Сол себептен де енді бүгін сәті түсіп сіздермен жолығу келіп тұр екен, сондықтан енді бүгін бір сәт түскен болды деп ойлаймын өзімде. Рахмет келгеніңізге. Былтыр 50 жасқа толыпсыз. Мерейтойыңызды атап өттіңіз бе? Енді журналистер осындай мерейлі дата келсе негізі кітап шығарып бастайды. Сіз ше? Жалпы, мен 50 жылдығымды атап өттім. Бірақ туған күнім 14 тамызда болды. Біз енді белгілі бір себептерге байланысты 25 қазанда өткіздік. Өйткені ағайын туысқандардың каникулы болсын, сол нетсін деп, сол датаға қарай жылжыттық. Өйткені тамыз кезінде Астанаға келіп кету елдің қиын болады. Оның үстіне мен жұбайымды сол өзінің мерейтойын біріктіріп, ұлымның тілашарба барлығын сол бір қазақпыз ғой, біріктіріп, сол 50 жасын атап өттік. Бірақ мен енді мемуар жазуға оған білмеймін, енді жүйкем сыр бермейді ма, былай қалай айтқанда толыққанды бәрі айтады. Жүрген жеріңде неге кітап жазбайсың, неге шәкірт тәрбиелемейсің деп. Білмеймін, мен анау алғы шепте жүрген жақсы көремін де, барып ақпарат, жылдам ақпарат таратып, елден бұрын халыққа сол жарысты жеткізген сол маған ұнайды да, отырып жазып отырғаннан. Мен жылдам әрі нақты ақпарат таратқан, солмен қалыптасып кеттім. Міне 30 жылға уақыт сол жүргендіктен әйтпесе отырып жазуға болатын дүние көп, шыны керек. Бәлкім зейнеткерлікке шыққаннан кейін өткен кеткенді еске түсіріп, содан кейін жаза бастайтын шығармын, бірақ әзірге енді алдағы 13 жылда жоқ, өйткені енді 13 жыл бар зейнеткерлікке дейін. Аға, бірер күнде енді Италияда Аға Олимпиада басталады. Сіз әдетте жарыстардан қалмайсыз. Шетелге соның ішінде көп барасыз. Енді биылғы аламаннан қалай қалып қойып жүрсіз? Жалпы енді шыны керек, осы дәп Миланды былтыр мен универсиада кезінде барып, қысқы универсиада кезінде көрдім кешендердің барлығын, жалпы логистика қалай болады, жарыс өтетін жерлер деп. Әрине, енді біз енді бұйырған Олимпиаданың дәмін таттық, ащысында тұщысында дейді, былайша айтқанда да. Қиын кездерде де ақпарат таратқан кез болды. Жағдай жасалған кезде де ақпарат, сондықтан енді қазір жастарға мүмкіндік бердік. Енді біздің корпорация үлкен ұжым, енді оның үстінде Қазспорт арнасында жастар көп. Енді бүкіл жарысқа Телжан Күдеров бара берсін деген ешқандай белгіленген не жоқ қой. Дегенмен енді барынша бүкіл жерге енді біздің ұжымның басшылығының барлығы жіберіп жатады, ешқандай қарсылық жоқ. Енді осы жолы шыны керек жастарға мүмкіндік бердік. Аға Олимпиадаға енді олар да көрсін. Өйткені енді 4 жылда бір келетін кешенді бәсеке, бұған дейін Пьончанг болсын, оның алдындағы Сочи олимпиадаларының барлығында қысқы олимпиадалар көрдім, хабар тараттым. Сондықтан енді осы жолы жастарға жол бердік. Басшылық қалай шешті, солай болды ғой, шынымды айтқанда. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, іс-сапарда жиі болғам деп. Маған қызық, енді жылына қанша рет сапарға шығасыз, жалпы санайсыз ба, қанша сапарға барғаныңызды? Енді жалпы былайша айтайық та,
365 күн болса, соның где-то 250 күні сапарда шығар, былайша айтқанда. үйде демалатын уақыт бола ма? Үйде демалады 2-3 күн уақыт болады үйде, енді сапардан кейін енді көп жағдай демалады. Өйткені келгеннен кейін оған сол жасаған жаңағы материалдарды эфирге беру керек болады. 1-2 күн. Енді сенбі жексенбіге түсіп қалып жатса демала, ал егер де жұмыс күніне түссе, бірден эфирге ақпарат беріп, келесі сапар дайын тұрады да. Енді бір жылдары болған, мысалы үшін әсіресе мынау 2014 жылы біздің Қазспорт арнасы құрылды. Сол 2014 пен 2017 жылдың аралығында біз Қазспорт арнасы халыққа бірінші болып ақпарат беру мақсатында бір жарыстан кейін мен аэропорттан киім ауыстырып кетіп жатқан әлем чемпионаттары қатар өтіп жатқан кездерде солай болды. Енді ол кезде кішкене жаңа материалдық жағынан анау өйткені мен енді өзім түсіріп, өзім жазып, өзім монтаждай алатын болғандықтан бізде ондай журналистер аз болды да, сондықтан бір жарыстан екі жарысқа басшылық бір жібере беретін. Өйткені аэропорттан да кетіп жатқан, өйткені бір әлем чемпионат бітіп, екіншісі басталған кездер болды. 2017 жылы, 2016 жылы сондай үш рет күрестен кеп дзюдоға кетіп қалған кездерім болды. Немесе дзюдодан кеп ондай сәттер болды, шыны керек. Бір қаладан екінші қалаға кетіп жатамын деп айтасыз. Ол бір қаладан екінші қалаға, ол Қазақстанның ішінде бір қаладан екінші қалаға кетіп жатты. Ол былай дәстүрлі түрде де, өйткені бұрын мысалы біз хабарда жұмыс істедім мен негізі. Сол кезде былай болатын, хабардың енді дөрлеп тұрған кезінде істедік. Марқұм Амангелді, ұстазым Амангелді Ыстықхан екеуміз. Хабардың журналистері бармай, көп жарыстар басталмайтын. Сондай жағдайда болған кезде, өйткені хабарға көрсету керек болды. Ол кезде әлеуметтік желі жоқ. Сол кезде бір қаладан екінші қала немесе айтатын бізде жарыстарын сіздер былай қойыңыздаршы, чемпионаттың кездесін ауыстырған кездерде болған. Енді ол уақыттың заманы, қазір енді үйтіп ешкімге айта алмайсың, өзгерді. Бірақ барынша көп жағдайда енді телевидениенің керек екенін білет, әлеуметтік желіге қарағанда. Сол себептен де енді біз бірінші ақпарат берсек деп, мен көп жағдайда ұйымдастырушыларға айтамын, біз бірінші ақпарат берейік, Қазспорттан бірінші шықсын, бірінші көрсін халық деп. Сол себептен де енді Құдайға шүкір, әзірде бүкіл жарыстардан қалған емес, әсіресе елшілік жарыстарды өзім жақсы көретін, өзім түбегейлі былай баратын. Енді былай айталам, мен осы 2000 жылдан бері қарай біздің елімізде самбыны жазып, самбы жарыстарына барып жүрген жалғыз журналист мен ғана. Басында қазақ күресінде де тура сондай жағдай болады. 2004 жылы қазақ күресі енді қанаттанып келе, жалғыз мен ғана жазып жүргем. Қазақ күресіне де барып, бүкіл ішкі чемпионат. Әлі күнге дейін қазақ күресінде, бокста, дзюдода ішкі чемпионаттарға мен жастар мен жасөспірімдер арасындағы чемпионаттардың бәрін жіберемін. Былайша айтқанда мақтанған емес, енді осы Қазақстандағы бірден бір жалғыз анау ауылдық, шалғайдағы ауылдық деңгейде олимпиада кейінгі жарыстың бәрінен көріп өттім. Мен бармаған кешенді жарыс, мен бармаған қандай да бір ойындар ешқандай жоқ та. Түгел. Барлығына бардым, тек енді материкте Австралия құрлығымен Африкада ғана барған жоқпын. Одан кейін енді мынау көп жағдайда біреу ойлайды, мен ұзақ ұшқанды нетпейді, денсаулығым көтермейді. Мен 6 сағат, 7 сағатта ғана. Сосын Америкаға баруға, мен Риода олимпиаданың алдында, Риода не өтті, дзюдодан әлем чемпионаты өтті. Мен ол кезде өзім кедергі жасадым. 2010 жылы Ванкувер олимпиадасында бас тарттым баруға. Сондықтан енді білмеймін неге екенін, 6 сағаттан кейін самолетте қатты отыра алмаймын да, шыны керек. Денсаулыққа да әсер ететіндер, көп ұшып жүруді. 2008 жылы Москваның аэропортында мен алып қалған, өйткені біз 18 сағат ұшып келген кезде, соны сізге болмайды деп тоқтатып тастаған кездер болған. Сондықтан білмеймін, енді қатты әсер етпесе де, бірақ енді денсаулық уже жас келді дейма, сыр бере бастағанша өзімді өзім күтейін, өзім қатты беріліп, енді жастарға да жол беру керек, олар да барсын, көрсін. Енді бұйырған жарыстың барлығын түгел дерлік көрдік. Қазір енді мүмкіндік болғанша, бірақ мен өзім үйде отырамын, алаңдап отырамын да, бір жас анау не болды екен, мынау не болды. Қазірдің өзінде мысалы үшін қандай жарыстар, енді олимпиада ой, ана кешенде сұрап атады, не істеу керек, анау мынау деп. Біз енді ең басында қиын кездерде жұмыс істедік қой. Түнімен бір минуттық материалды елге жібере алмай, ақ таңертеңнен жіберген материал поштаға түспей ертесінде дейін отырған. 13-14 сағат телміріп, кәне соған қарап отырған кездерде болған. Қазір 1 минут, 2 минуттың ішінде ақпараттың ан жақта дайын тұрады. Ол қазір енді мүмкіндік, қазіргі жастарға деген керемет мүмкіндік та, ол деген. Бізде деген бұрын мынандай лаптоп деген нәрсені алып жүретінбіз, монтаж, бүкіл ол өте қиын нәрсе болатын.
камерада үлкен болатын. Қазір бәрі қолайлы, бәрі кішкентай, әрі жылдам, әрі тез. Сондықтан да қазір тек жұмыс істесең болды, рахат. Аға, енді мен мысалы сізбен жүрген кезде байқағаным, есепті кімнің жеңетінін дөп тауып жатасыз. Осы тұрғыдан алғанда енді олимпиададағы мүмкіндіктерді қалай бағалайсыз? Кімдерге үміт артуға болады, жүлде бола ма деген? Енді былай қарап тұрсаңыздар, ақ ойындар деген біздің елімізде енді кішкене жүйкеге әсер ететін, барлығында ойбой дейтіндей бар, бірақ дегенмен де бұл енді әлемдік тенденция. Біз қысқы спорт түрі ел ретінде танылып отырмыз. Біз өйткені бізді қысқы спорт түрі дамыған ел ретінде таниды. Басқа мемлекеттер бізде жазғы спорт түрі дамыған деп есептемейді. Бізге қысқа жақын ел спорт елі ретінде қарайды. Басқа шетелдік мемлекеттер. Мысалы үшін халықаралық олимпиада комитеті қазірдің өзінде 2029 жылғы Азия ойындарын Қазақстанға берудің, Алматыға берудің өзі. Ол жерде Оңтүстік Корея, Қытай мемлекеттері оған таласқан. Бірақ жаңағы Азия олимпиадалық комитеті Қазақстанға берсін. Өйткені біздің Алматыдағы барлық 2011 жылы салынған кешендер барлығы дайын тұр. Одан кейін универсиада өтті. Енді универсиада ол универсиада өз алдына. Ал енді мынандай кешенді жарыстар өткен жоқ. Сол себептен де Қазақстанның енді атын әлемге таныту үшін, бұл дағы біздің елімізді бүкіл басқа жер жаһанға таныту үшін тамаша мүмкіндік. Сол себептен де қазіргі таңда мынау енді олимпиада ойындарына біздің 36 спортшымыздың қатысып жатқанының өзі бұл үлкен жетістік. Бүкіл жер жаһан көрерменнің алдында көк байрағымызды көтеріп, қаншама делегация адамдар шығады. Ал енді олимпиаданың басты мақсаты не? Ол басты мақсаты жүлде алу емес, ол қатысу. Ең өзінің негізгі ұраны олимпиаданың. Сол себептен енді олимпиада деген ол өте, былай қарап тұрсаңыз, былай дөп басу, айту қиын нәрсе. Өйткені біреудің бағы келіссе, екіншісінің бабы келіспей жатады. Ал ол жерде кездейсоқтық жағдай орын алады олимпиадада. Кімнің жүйкесі сыр береді, кім. Мысалы үшін 2096 жылы Паригенде ешкім ойлаған жоқ, олимпиада чемпионы. Алдында жүріп келе жатқан спортшысы, ол құлап қалыптан чемпион болып кетті. Дәл сол сияқты да, мынау басып енді алдағы жарыстардың барлығынан үміткер ретінде қарастырады. Міне осы чемпион. Мысалы үшін 99 жылы бір жыл бұрын әлем чемпионы болды Болат Жұмаділов. Енді айлаңыз финалда ұтылып қалды. Болатты 100% олимпиада чемпионы болады деген әңгімелер айтылған. Сол сияқты бізде де қаншама жігіттерді күліп апарып, міне осы дайын бұл олимпиада чемпионы болды. Енді бірінші айналымнан өтпей қалатын кездер болып жатады. Ол жерде енді психологиялық тұрғыда да Баландинді кім ойлады? Мысалы үшін Баландинді Риода ешкім ойлады, ой, олимпиада чемпион, тем более суға жүзудің де олимпиада чемпион. Ал бірақ енді оған үміт артылды, өйткені ол 2014 жылы топ жарған сәтте, елдер жарқ ете түскен сәтте ойбой деп нетті де, міне осы балаға үміт бар екенін тойып. Сол жерде о кезде ұлттық олимпиада комитеті бар, конфедерация бар, Баландинге көңіл бөле бастады да, шетелде дайындады. Соның нәтижесінде Баландин енді алтын медаль берді. Сол сияқты бізде 2014 жылы Сочи олимпиадасында өзіміз куә көрдік. Жаңағы командалық бәсекеде Қазақстанның жігіттері 5-ші орынға ілінген кезде, міне ол кезде шорт-трек енді ғана не екенін спорт түрін елдерде білмейтін. Қазір енді Құдайға шүкір дамыды. Сол себептен де енді шорт-трекшілеріміз жақсы нәтиже күтетін шығармыз. Олар енді жүлдеге ілінеді деген ойдамын. Абзал енді 4 жыл бұрын 5-тіктен көрінді. Енді ол деген тағы ғой, лотереялық спорт тұр ғой. Жылдам алдыңдағы кетіп бара жатқандар құлап қалуы мүмкін. Сочиде солай болды ғой. Енді Сочида біз ойбай жүлдеге ілінді дедік қой. Аналар қуып жетеді деп ойлаған жоқпыз. Қаншама айналым алдында жүгіріп отырды біздікілер. Артынан бірақ қуып шаршап қалды. Енді ол жерде тәжірибелерің аз болды. Сол секілді енді осы шорт-трек жаңағы енді кім біледі, Кошкиніміз бар біздің енді Айдында конькишіміз. Сол себептен де енді жоқ деп қушөппен ауыз сүртуге болмайды. Жоқ, біз медаль ала алмаймыз деп. Үмітсіз шайтан, болашаққа үмітпен қарайтын елдің ұрпағы болғандықтан біз міндетті түрде осы олимпиадада әрине түсінеміз. Өйткені Пекин олимпиадасының алдында пандемия болды. Қысқы спорт түрлері мүлдем ешқандай дайындалмай қалды олар. Сол себептен де медаль болмаған шығар, бірақ енді алдында Денис Теннің, одан кейін Юлия Галышеваның жүлделері, мысалы үшін Анастасия Городко бар, бәлкім ол да жүлдеге ілініп қалар. Ол бәрі кездейсоқтық жоқ. Сол себептен де енді барша қазақ елі үміт артып, өз үкілеп 36 спортшыны жіберіп отыр. Оның үстіне Қазақстанның 4 бірдей телеарнасы осынау байрақты бәсекеден тікелей репортаж көрсетеді.
енді бұл деген қыруар қаржыға алынып жатқан нәрсе. Оны былай қарапсаң, сізбен біздің мемлекеттің ақшасына алынып жатқан дүниелер. Телетрансляция деген өте қымбат нәрсе. Ол сол ертең өскелең ұрпақ көрсін, білсін деген мақсатпен, спортқа назар аусын деген мақсатпен мемлекеттің алып көрсетіп отырған нәрсесі. Егер де біздің спортшылар жүлде алмайды деп оны көрсетпей тастасақ, онда спортқа деген қызығушылық жастардың мынау қысқы спорт түріне деген жаңағы мәнерлеп сырғанауымыз бар. Қаншама қыздар мәнерлеп сырғанау кезінде Елизабет Тұрсынбаева сияқты болғысы келді. Қазір енді Самоделкинаның өнерін көріп, Шайдоров әлем чемпионатына жүлде алған жігіт. Сондықтан да бұл жерде бәрі Денис Тенді ешкім ойлаған жоқ, Сочиде 9-шы орыннан ертең жүлде бөлінеді деп. Сол секілді қысқы спорт түрлерінің тарихына қарасақ, жүлделер негізінен экономикасы тұрақты бай елдер арасында сарапқа салынады ғой. Осы тұрғыдан алғанда жүйелі жетістіктерге қашан үмітті боламыз? Легионерлерді әкеп, солар арқылы жетістікке жетуге болады еді. Ол енді бізде жазғы спорт түрлерінде сондай тәжірибе жүзінде жүзеге асты, жақсы нәтиже көрсеткендері бар, көрсетпегендері де бар. Бірақ кейбір спорт түрлері жоғары деңгейге көтерді. Бірақ бізде міне шаңғымен 6 ай айналысуға болатын осы Ақмоланың маңыры бар. Мынау бүкіл шығыс Қазақстанда ридерді жаңағы біздің фристайл могулшылар шығып жатыр, акробаттарымыз шығып жатыр түгел фристайл. Енді ол уақыт еншісіндегі мен дөп басып, дәп ертең міне осыдан кейінгі олимпиадада біз жүлде аламыз, одан кейінгі олимпиадада жүлде аламыз. Бәлкім уақыт еншісінде ертең көрінбей жүрген бір жұлдыз бар шығар, жарқ етіп шығады. Ол деген бір олимпиадалық циклда оған жетіп қалуымыз да мүмкін. Бірақ енді қырып 4-5 алмайық, сол 1-2 медаль міндетті түрде аламыз. Ал енді қалған жаппай мынау массовы дейді ғой, бүкіл спорт түрінде қысқы жүлде аламыз деп ол енді мен енді алдағы 4-5 олимпиадалық циклда оны көріп тұрған жоқпын мен. Өйткені биатлонда да оны жетілдіру керек. Оның барлығы жасы қымбатты спорт түрлері ғой оның үстіне. Бірақ енді бізде барлық мүмкіндіктер бар, кешендер бар. Бүкіл спортшыларымыздың барлығы шетелде жаттығады. Бірақ енді физикалық тұрғыдан болсын, кей сәттерде нағыз таланттар да бәлкім көрінбей қалып, білінбей қалып жатқан шығар. Ол болашақ олимпиада чемпиондары енді өсіп келе жатқан шығар. Оның бәрі уақыт еншісіндегі нәрсе. Сізбен біз болашақта оған көзіміз жетеді. Болашақта міндетті түрде шаңғыдан, биатлоннан, жаңағы шорт-тректен, фристайл могулдан, акробатикадан әрине олимпиада чемпиондары шығады деген мен үмітім зор. Енді өзіңіздің сүйікті спортыңызға қарай әңгіме бұрсақ, жалпы сіз күрестің отымен кіріп, күлмен шығып жүрген жандардың бірісіз, мен білетін. Соңғы кездері көптеген өзгеріс болып жатыр, ауыс-түйіс болып жатыр. Жылдың соңында Дәулет Тұрлыханов қызметінен кетті, көптеген жыл атқарды бұл осы басшылықты. Ол кісіні енді біз балуан ретінде бүкіл қазақ білет, әлем білет. Ал басшы ретінде күреске, қазақ күресіне қандай өзгеріс алып келді деп ойлайсыз өзіңіз тікелей танитын адам ретінде? Енді Дәулет Болатұлын бүкіл қазақ халқы жақсы таниды, бүкіл қазақтың біртуар азаматы. Әрине ол кісі күрес десе ішкен асын жерге қояды. Жалпы енді мен мысалы үшін олимпиададағы демеудің, кешегі Айдос Сұлтанғалидің алтын, оның алдындағы Ризабектің, Қайпановтың алтындарының барлығы Дәкеңмен тікелей байланысты. Өйткені сол кісі басшылықта болған сәтте ол кісілер алтын алды. Дәкең енді халықаралық біріккен күрес әлемінің бюро мүшесі қызметін атқарды. Азия күрес одағын басқарды. Сол себептен енді Дәкеңнің өзі сол жерде жүргенінің өзі ана жерде ортада жүрген төрешілерге, жалпы сол маңайда жүрген төрешілерге, жалпы қазаққа қорған болды десек те болады. Өйткені енді сескенеді ғой, қазақтың бір азаматы бар, егерде белден басып бұра тартып жататын болса, ол жерде Дәкең орнынан атып тұрып, мыналарың не деп айта алатындай жағдайда еді да ол кезде. Өйткені ол ішінде жүр, бел ортасында жүр, ана жердегі төрешілер де басқа төрешілер алқасының алқалары. Өйткені Қазақстанда оған дейін қаншама Азия чемпионаттарын жоғары деңгейде өткізді, рейтингтік турнир өткізді. Сол себептен енді Дәкеңнің де беделі, әлемдік деңгейдегі беделі өте жоғары. Сол себептен де енді осы соңғы қаншама жыл грек-рим күресінен аңсаған, сонау 98 жылдан бері аңсаған алтынды Айдос әкелді. Оның өзі де кездейсоқтық емес. Бұл енді сол жаңағыдей біртіндеп жасалған жолдың нәтижесінде.
Енді жаңадан келген президентке қатысты да түрлі пікір бар. Күрес енді қазақтың оң жамбасына келетін спорт түрі болғандықтан бұл саланы бүге-шігесіне дейін білетін адам басқарса дейді. Ал бұл кісі енді қателеспесем бизнесте жүрген адам, жалпы сырттан келген адамның белгілі бір саланы басқаруына қатысты көзқарасыңыз қалай? Жалпы Желіде де біраз жазды. Бұлай енді Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрі Ербол Қуантайұлы Мырзабосынов осы қызметке келгеннен кейін бірден түбегейлі спортқа реформа жасады, өзгерістер жасады. Жаңаға вертикал дейді, басқару жүйесі, облыстық жерлердегі осы спорт саласын білетін білікті комиссия арқылы спорт саласын басқаратын басқарма басшылары келді. Кезінде мен өзім бүкіл облыстарды көріп жүргенде, облыс спортының басшылары бір спортшысы ұлттық құрамаға кірсе, соның артынан жүгіріп жүретін, жарысқа барып, қолдап, мынау лицензия алса екен, ұлттық құрамаға кірді-ау, әлем чемпионы, Азия чемпионы болса екен деп. Кейін ол жоғалып кетті, өйткені облысты бүкіл тексере бастады, қаржылық кейбір махинацияларға байланысты басшылар қаншама ұсталып кетті. Содан кейін облыс басшылары бір орында жылжымай отырып қалды. Жаңа спортшылардың артынан оларды қолдау, итеру деген болмай қалды. Міне, содан кейін о жақта спорт құлдырай бастады, көрдіңіз бе? Өйткені жаңағы жоспар бойынша жарыстарға барады, 10 жарыс па жылға белгіленген, сол 10 жарысқа бөлінеді, ақша болды. Өйткені тексеріс келсе, басама әркім өз басын қамын ойлайды. Сол себептен де, ал оның нәтижесі жаңағы мықты жетістіктерге қол жеткізу. Өйткені спортшының артынан үнемі қолдау керек, оған үнемі бас көз болып отыру керек та, біреу еге болып отыру. Құр бапкермен жіберіп қойғанда, о жерде кей сәттерде ол да спортшылар қазір көп жағдайда кішкене еркелеу ғой. Олар қарайды, маған ешкім нетіп отырған жоқ екен ғой, жарайды. Енді бір тырнағын бүгіп күресу, бір тырнағын бірігіп ойнау мүмкін шығар деп ойлаймын да, өз басым. Өйткені бұрынғылармен салыстырғанда жаны алысып, жан беріскен аналар қарап отырғанда басшылық, қандай да бір жауапкершілік бар. Жауапкершілік бар, үміт бар дегендей. Ал енді бұл жерде сол себептен енді Еркін Оқашевпен біз алғашқы келген күні бүкіл журналистердің басын қосып өзінің жоспарымен бөлісті. Міне енді бапкерлерді ауыстырып жатыр, жаңа бапкерлер кепті. Мен біреудің жұмысына былайша айтқанда ешқандай баға бермеймін. Бағаны бүкіл оны уақыт көрсетеді. Ертең нәтиже соның жасаған іскері. Енді боксқа Шахмұрат Мүтәліп келді, білікті бизнесмен, қаншама қаржы құйып жатыр, қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ енді боксшылар сол нәтиже нетіп атқан жоқ қой. Ешқандай жаңағы ақшаны қалталарына салып ап жүрген жоқ қалтаңда. Өйткені олар нәтиже көрсетіп жатыр. Сол себептен де бизнесмендердің келгенде бір жағынан жақсы, өйткені қаржылай стимуля керек қой. Мен білетін журналистердің арасында сіз спортшыларды тікелей сынайтындардың қатарына жатпайсыз. Бұл енді адами тұрғыда сізге қиын ба, әлде спортшылармен тікелей таныс болғаннан кейін кемшіліктерін, ұнамайтын тұстарын жекелей өзіне айтасыз ба? Қалай? Жаңада әңгімеңізден байқап отырмын. Мен жалпы өзімнің табиғатымда жоқ та, біреуге мін айту, біреуге сын айту, біреуге ақыл сый дейді. Ол бәрібір менің айтқан ақылымды тыңдай ма, сынымды тыңдамай ма, бәлкім оған кері әсерін беретін шығар. Кейбір мен талай сәттерде болды. Сондықтан енді бұл жазып, мен кезінде Айқын деген газетте жұмыс, Алаш айнасы деген газетте сол жерде бір сыни мақалалар жазған кезде спортшылар кеп, аға енді менің жас кезімнен білесіз ғой, сіз қандай екенімді бәрін көріп тұрсыз, сіз бүкіл ішкі кухняны білесіз, кіммен кім қалай әңгімелеседі бәрін білесіз, бірақ енді маған еткен мына бүкіл менің әке-шешем көріп отыр, олар білмейтін сырды сіз елге жайып жүріпсіз. Осындай неткен сәттер болған. Шын мәнінде де олар маған дәп осылай отырып, дастарханда отырып, олармен бірге бір самолет ұшам, бір гостиницада бірге жатам. Олар бүкіл ішіндегі жан дүниелерін, қиналған сәттерін, не болмаса оған қандай қиыншылық көрсетіп жатыр, кім тарапынан оған қысым жасалып жатыр, мен барлығын көремін да. Сондықтан менің жұмысым халыққа ақпарат беру. Біреуге сын айту емес, спортшының қол жеткізген жетістігі немесе көрсете алмаған нәтижелер, төменгі нәтиже. Соны сол қалпында жеткізу. Сол себептен де мен сыни мақала жазып, не болмаса біреуге ақыл айтып, әттеген ай ана жерде бұл бүйткенде сөйтетін еді ау деген. Өйткені мен спорт маманы емеспін, мен спорт журналистімін. Мен енді былайша айтқанда спорт маманы болып кімнің қандай мүмкіндігі бар екенін ендігі тәжірибе ретінде қалыптастым, бірақ оған мен ақыл айтудан аулақпын.
Өйткені оның ақыл айтатын бапкері бар, сол спорт саласын басқаратын маман бар. Енді мен екі ортасынан кіріп, мен ақыл айтқым өзім солай деп санаймын. Бірақ қазір бәрі екінің бірі, журналистердің барлығы ақыл айтып, данышпансып, көрегенсіп, анау бүйту керек еді, мынау сөйту керек еді дейді. Мен мысалы үшін өзімнің ішкі түйсігімде біліп отырам, кім қандай нәтиже көрсетті, кім қалай алады, кім қаншалықты. Мен бірақ оны өзіме ғана айтамын дейді, қасымда отырған бір екі адамға айтамын, анау, ол екінші айналымнан аспайды, не үшінші, бүйткені бұның көңіл күйі, оның сол жердегі дайындығы бәрі маған көрініп тұрады да, алдыңғы жарыста қалай көреді. Мен көп спортшыларды, мысалы үшін, анау Ермахандарды, Мұхтархандарды ең алғаш дайындықтарынан бастап білемін да, сол секілді қазіргі жүрген ұлттық құрама сапында қаншама буын алмасып кетті. Сондықтан енді ешқандай сыни айтуға менің қақымда жоқ деп ойлаймын, былайша айтқанда. Сіз енді комментаторлықта да, журналистикада жалпы даурығып кетпейтін буынның өкіліненсіз ғой. Қазір спорт медиасында эмоция мен хайп алдыңғы шекке шықты деп айта аламыз. Жалпы бұл тенденция сіздің ойыңызша спортты дамыта ма, әлде арзандата ма? Міне, бұл заман талабының нәрсесі. Маған айтады, сіз неге әлеуметтік желіні жүргізбейсіз, неге әлеуметтік желі арқылы танылмайсыз? Біз өз дәуірімізде телевидение арқылы халыққа танылдық. Қазіргі жастардың заманы. Олар жаңа хайп қусын, немесе әлеуметтік желі арқылы біреуді сынасын, бір биттей бір жаман нәрсе көрсе, соны әшкерелеп, соны төпелесе, бүкіл халық соған назар аударады да. Бұл сондықтан да бұның бәрі уақытша нәрсе, мен де ойлаймын. Өйткені кезінде талайда осындай буын алмасу сәттер, осындай сәттер болған. Қазір бұл меніңше уақытша нәрсе. Бірақ енді жастардың, біздің спорт журналистердің көбі осы біреуді қаралау арқылы, біреуді табалау арқылы, не болмаса бір сәтті бір фразалар арқылы, айту арқылы танылып жатыр. Өйткені бәрі әлеуметтік желіде отырады. Жастардың барлығы, жасөспірімдердің барлығы соларды танып жатады. Жаңағы әлеуметтік желі арқылы. Енді бұл кім біледі, бәлкім осы бетте қалып қоямыз ба, әлеуметтік тек қана YouTube каналдар арқылы, телевидениеда керек болмай қалатын шығар деп мен өз басым сөйтіп ойлаймын. Ертең өйткені барлығы қысқа, нәрі, дәлме-дәл ақпаратқа енді YouTube'тан кез келген уақытта сен көре аласың ғой. Сол сияқты, сондықтан телевидениені оның уақытын тосып ешкім отыра алмайды. Телевидениеға қазір тек трансляцияға ғана кетіп жатқан сияқты ма деп ойлаймын да. Ал бірақ енді ақпаратты әзір телевидение арқылы іздейтін енді жергілікті ауылдық жерлерде, қалалық жерлерде біздің замандастарымыз, біздің аға буын өкілдері бар, бірақ олар телевидениедан іздейтін мен өз басым шынын біледі. Солар үшін мен жұмыс істеп жүрген деп өзім ойлаймын мен. Осы мысалы жарыстардан кейін спортшылар медальсіз келіп жатады ғой, айтулы мысалы әлем чемпионаты болсын, Азия ойындарында немесе олимпиада деген сияқты. Сол кезде сіз енді өзіңіздің тәжірибеңізге сүйеніп, мына жерде мына жүйе дұрыс емес еді деп бір іштей бір ойланатын кездер бола ма? Мына жерде қате кетті деген сияқты. Сол қандай қате болуы мүмкін деп ойлайтын едіңіз? Енді кездерінде талай бұл жайында былайша айтқанда бапкерлерді жинап алып, қатты талқылау болатын ол кезде. Сенің мынауың дұрыс емес, спорт комитетінің төрағаларының барлығы жинап алып, бізді сол жиналысқа барып жүргеннен кейін бізді де шақыратын көрсін деп те, бірақ біз ол жерде ақпараттар сол секілді қазір бапкерлер кей сәтте қате жіберіп жататын кездер болады. Өйткені спортшылардың өздері айтады, бізді мынау тауға барудың керегі жоқ еді. Тауға бармайтын кезде, мына жерде тауға бардық та бәрі күш-жігеріміз кетіп қалды. Кимононы, міне қарсыластың кимоносын ұстай алмай қалдық деп. Сол жерде кей сәттерде де бапкерлер қателік жіберіп жатқан болады. Өйткені оқу-жаттығу жиынын нақты бір жоспарлай алмай қалып жатқан кезде сол жерде шаршап баратын құрамалар болады. Не болмаса тіпті қаржы жоқ кездерде болды. Біздікілер түнде ұшып барып, бір сағаттан кейін күресіп, немесе рингке шығып жатқан. Сол кезде де психологиялық тұрғыда оларға әсер етіп, даже олимпиаданың өзінде солай барып жатқан кездер болды, Азия ойындарында. Ал кейбіреуге ондай сәт жағып жатты да, сол себептен де енді әттеген-ай деген сәттер өте көп болды. Енді ұлттық құрама сапының күресті алатын болсақ, әлем чемпионаттарына барған кездеріміз болды. 10 спортшы барса ұлттық құрама, оның бірде-біреу бірінші айналымнан барлығы түгелдей дерлік ұшып кетті. Боксшыларымыздың өзі де мінесе арыға бармай-ақ 2009 жылы бокстан ұлттық құрама сапында Миланда өтті әлем чемпионаты. Жаңадан федерация келді, Тимур Құлыбаев федерация келді, бүкіл кеңес тарақшы бар, Қайрат Боранбаев жан-жақтан бизнесмердің барлығын жинап,
сол кезде қазақ боксының презентациясын Миланда жасады. Енді сол сәтте ширек финалда біздің ұлттық құрамадан тек қана Серік Сәпиев қана қалған. Бүкіл презентацияны жасағанда сол кезде Чинкову ой қазақ боксшылары керемет деп айтайын десем, жалғыз ғана сіздердің спортшыларыңыз ширек финалға шығып. Ал ол сәтте жаңағы ұпай есептеу жүйесі ауысып кеткенде, сол ұпай есептеу жүйесі біздің спортшылардың тактикасына келмей қалды. А ол жерде украиндықтарға келді де, украиндықтардың жаңағы тоқтатып ұру соққылар, украиндықтардың бесеуі Ломаченкосы бар, Гвоздева, бесеуі әлем чемпионы атанған болатын. Міне сол сәтте біздің көрдіңіз ба, жаңағы ұпай есептеу жүйесі біздің спортшыларға, әйтпесе сол жерде Серікбас, осы Левит бар түгел, барлығы жүлде алатын. А ол кейіннен араға 1-5 атап Левит пен Серік Азия чемпиондары атанды. Сол үшін олар бірден бейімделе бастады да, жерде сол сияқты сондай сәттерде бізде ұпай есептеу жүйесі болсын, басқа да бір өзгерістерге кей сәтте біздікілер дайын болмай қалып жатады да, психологиялық тұрғыдан. Өйткені жаңағы төрешілердің өзі, біздің бапкерлердің өзі ешқандай семинар, тренинг деген ол кезде өтпейтін де. Қазір енді бір-бірінде білімдерін жетілдіріп сөйтіп жүр ғой, осындай семинарлар өткізіп, бізде олимпиадалық дәрежедегі төрешілер пайда болып, ой қазақтың төрешісі десе кезінде басқа ел төрешілеріне қызға қарайтынбыз. Қазір өз төрешілеріміз алғаш төрешілік жасай сәтте біз шынымен қуанатынбыз. Ой біздің өзіміздің төрешілеріміз бар. Тіпті болмаса да айтып атына қазақ деген қатты көмек бермесе де, қазақ деген жүргеннен кейін аналар басқалар жасқарады ғой. Өйткені анау бір адам болмаса қасына барып айтады, ой мына балаға сен неге үйттің, неге оның белінен бас жердің, неге қиянат жасадың деп. Енді көп сәттерде қазір мынау бейне қайталау пайда болғаннан бері төрешілер тарапынан да қатты бұрынғыдай белден басу жоқ. Бұрын енді шынымен де төрешілер біздің спортшылар не болды? Ой, төрешілер маған әділетсіздік жасады деген жауап алатынбыз. Бапкерлерді, ой, төрешілер тарапынан оларға қиянат жасалды деп. Қазір енді бейне бақылаудан кейін төрешілер де аяғын аңдып басады, енді қатты белден басу болмайды. Бірақ кейбір сәттерде ойбай енді айтып жатамыз, ой, анаған бері жіберді жеңісті, ананың жеңісін тартып алды деп. Болады сондай сәтте. Енді спортшыларды да түсінуге болады. Қаншама дайындап, сол сәтте эмоциямен жаңағы ұтылып қалып өкіріп жатқан сәтте оларды біз қинап тұрып сұхбат аламыз да, ентіктерін баса алмай тұрып. Ал енді ол кезден жіберіп алсаң, ол өзіден кейін ары қарай демалтып, қайтадан айландырып алып келсең, ол сөзді өте мүлдем сөйлей алмай қалады ол. Не айтып, не қой, ана жердегі айтқан эмоция, сол сәттегі айтқан сөздер ол керемет, ол ешқашан қайталанбайды да. Жылап тұрса да талай Гүзел Манюрованың, Серік Сәпиев талай көз алдымда жылады барлығы. Күміс медаль алып қалған сәтте мен айтам, енді күміс медальдің өзі керемет медаль, бірақ соның өзіне де менсінбеден. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусін жыртылған қабақпен. Елдостың әлем чемпионатында осы Астанада аяқтарынан әрең тұрғанда екеуіндерін Елдостың да белінен ұстап тұрды ма, кимоносын белінен. Әрең тұрды финалдан шаршап жатқан сәтте. Сондай сәттер өте көп. Ол енді қайталанбайтын сәттерде оны сөзбен айтып жеткізу деген енді қазақ елінің көк туы көтеріліп әнұран шырқалғанда спортшылар қалай қуанды? Өз басым мен ол сәтте енді жеткізу деген оны тілмен айтып жеткізе алмайсың. Ол қуанышты, ол сезімді оны жеткізе. Біз енді сол кезде тікелей эфирге шығып эмоция халықпен бөлісеміз, бірақ енді тәп осы міне Париждің өзінде де былай қарап тұрсаң, Елдос не алғанда мен Елдос қазір чемпион болды, өзім стендап жасап, Елдосқа түсу үшін охраналар түгел жағып тұрды. Сонда мен 2,5 метр биіктіктен секіріп барып Елдосқа түсіп, прямой эфирға беріп үлгердік те, қазір тарихта бар. Егерде ол жерде қоршау тұрды, охраналар, егерде оларға нетсең, олар бүкіл мероприятияның бәрі жаңа марапаттау рәсімі біткеннен кейін барып микс зонаға жібереді де. Ал ол жерде Елдос шаршап, тері бәрі басылып, жуынып шайынып, ана жерде терлеген бетін еттік те. Сол себептен енді бұл жерде бәлкім менің аккредитациямды да алып алатын еді ол кезде. Бірақ ана федерацияның мені танитындықтан, федерация өкілдерінің барлығы ешқандай ол жерден өткен. Талай жарыстарда оларды мен көзіміз көріп жүр ғой, амандасып жүр. Олар федерацияның өкілдері келді қоршап. Сыра мені көргенін мен айтып, 1 минут эфирге беріп алайық та дедім де. Бұлай көрістім, олар талай сәттерде әлем чемпионаттарында да сүйреп әкеп берген сәт кездеріміз болды. Тарихи сәттер, ол қуаныш. Ал енді бәрі бітіп кеткеннен кейін барып сұхбат алу, ол деген ол эмоцияны, ол сол жердегі толқынысты жеткізе алмайды. Спортшы өз-өзіне келіп басылып қалады да. Оны көрермен де көріп отырады да. Анау жаттанды сөздер сияқты болып тұрады.
рас айтасыз. Енді күреске қайта оралсақ, күресті төл спортымыз деп шулаймыз ғой, бірақ ауыз толтырып айтатын нәтижелер енді ғана көріп жатырмыз. Бұл қазақ балуанының мінезі мен қазіргі жүйенің талабы арасындағы қайшылықтың кесірі деп айтуға бола ма? Яғни табиғи болмысты жүйе сындырып жатыр деп ойламайсыз ба? Ешқандай жүйе сындырып, ешқандай нетіп жатқан жоқ. Балуандарға қалай жағдай жасалды? Енді айттым ғой, мен спортшыларды қандай жағдайда мүмкін жаңағы спорт кілемдерінің жыртық, жартылай арасы ашылып кеткен, қолға тиіп жатқан кездерде осы бақтиярлар дайындалды. Қазіргі Әсет Серікбаев, Алмат Кебісбаевтар дайындалып жүрді қиын сәттерде. Спорттық триколарының жартысы жыртылған сондай кездер болды. Бірақ олар деген спортқа деген қызығушылық. Одан кейін де бүкіл федерация жағдайын жасады. Мемлекет қаншама қаржы төкті. Бірақ ол жерде мынау буын алмасуы, ұлттық құраманың сапының жас буындары алмасуы. Бір кезде өзінің биік шегіне келмей қалды, сол кезде құлдырау болады. Бірде үнемі кілең не алып тұру деген, жүлде алып тұру деген ол мүмкін емес қой. Бір темпте, бір деңгейде тұру деген. Сол себептен де кейін құлдырау болды да біртіндеп одан кейін шыға бастады. Міне сол кезде қазір міне жемісін көріп жатырмыз. Сол себептен де енді былай қарап тұрсақ, ол тек қана уақыт еншісі. Бізде енді бірде бар, стабильность дейді, тұрақтылық енді бұл спорт түрінде неге жоқ деп, тұрақтылық деп айтамыз да. Өйткені енді адам болған соң адамның жаны темірден жаралмаған ғой. Бірде бабы келеді, бірде бағы келеді. Сол себептен енді тұрақтылық үнемі қаржы сала беру керек, жемісі бірде болмаса бірде, екіншісі болмаса екіншісі алда уақыт. Енді биылғы 2026-ның біздің енді бүкіл спортшылар үшін жауаптысын, ол әрине Азия ойындары. Ертең көреміз Азия ойындары. Ал ол жерде де саяси ойындар бар. Мемлекеттердің арасындағы өзінің қарама-қайшылықтары бар. Былай қарап тұрсаң, сол себептен енді ол жерде бір мемлекеттің, екінші мемлекеттің өзінің алатын еншілері болады спорт түрлерінде. Былай қарап тұрсаң, сол спорт түрлерінде кім басымдылық танытады, кімнің авторитеті жоғарылау, сол спорт түрлерінде де өзінің спортшыларын алға сүйрейтін сәттер болады Азия ойындарында да. Қазір енді төрешілерге, мысалы үшін, таза қанды толық төрешілік жасайды деп мен айта алмаймын. Әрине бар, ішінде болады, наны шығарып жүру, ана мемлекеттің баласын көмектесіп жіберейік дегендей. Дамытушы жағынан да, мысалы үшін, кейбір артта қалып жатқан елдердің спортшыларын сенсация ретінде ұтылғызып жіберіп, былай қарап тұрсаң, сол спорт түрін дамытудың нәтижесінде не болмаса сол спорт түріне келген спонсорлар сол мемлекеттен болуы мүмкін. Сол себептен ол елдің спортшысын белгілі бір мықты елдің спортшысына ұтқызып жіберетін. Оның бар енді саяси ойындар, ол көзге көрінбейтін нәрсе. Сол себептен де ол спорт болғаннан кейін бәсекелестік, тартыс ол жерде. Сол себептен де ол үнемі жалғаса беретін нәрсе. Әділеттік енді үнемі толыққан 100% орнап кетті деп мен спортта айта алмаймын. Қандай деңгейлік жарыстарда болмасын. Енді жаңағыдай сізді көп адам спорт журналисті деп біледі, жаңалықтардың жаршысы деп біледі. Егер камераны өшірсе, микрофонды өшірсе, Телжан Күдеров қандай адам деп сипаттап беретін едіңіз өзіңізді? Білмеймін, мен өз-өзіме баға беру өте қиын ғой. Енді мен өз басым жалпы кәсіби спортшы емеспін, не болмаса бір керемет спорт түріне толыққанды жанкүйер болатын емес. Мен жаңағы өз спорт түрімнің бүге-шігесін барып жүрген осы 5 спорт түрін түбегейлі әдіс тәсілін, айлаларын бәрінің жетік білем деп айта аламын. Кімнің қандай әдіс жасайтынын, спорт балуандардың қай жаққа қарай, өйткені ол менің көз алдымда өсті. Қазіргі ұлттық құрама сапындағы бірінші ең алғаш баспалдақтарынан мен не үшін барам? Жасөспірімдер арасында, жастар арасында чемпионатқа оларды көрем, ананы іздеп отырам, ана жігіт бар еді ғой, жасөспірім сол қайда кетіп қалды деп. Кейбіреулер шықпай қалады. Жасөспірімдерде жақсы нәтиже көрсеткендер ересектерде көрінбей қалады. Кеше Оралда чемпионат болды, жасөспірімдер арасында бокстан. Сонда Данияр Елеусіновтан сұхбат алып тұрдық та. Сонда Данияр айтады, бұл жаста көріну спортшыға кей сәтте өзінің кедергісін келтіреді дейді. Бұл кезде емес дейді, ол көрінсе, ересектер арасынан көрінсін дейді. Жарқ етіп шықсын дейді. Қазір шығады, ертең қиналып қалуы мүмкін дейді. Мен айтам, сен өзің деймін, жасөспірімдер, кадеттер арасын бәрін ұтып шықтың ғой деймін. Енді ол менің леуде біреу, мен сондай болған шығармын дейді. Сол себептен де енді Мұхтархан Ділдәбеков те жастарды жасөспірімдер арасында да ешқандай нәтиже көрсетпеген, бірақ ересектер арасында жарқ етіп шықты да. Сол себептен де, ал бірақ біреу
табан ет маңдай терімен ой терлеп жүреді де бір медальға жетпей қалады. Мысалы үшін мен Дәулет Ниязбеков туралы деректі фильм жасағанда Дәулет әлем чемпионатының медалі бар, Азия ойындарының медалі бар. Сонда Дәулет айтады, мына осы медальдің барлығын дейді, бір олимпиада медалін айырбастай салар едім дейді. Көрдіңіз бе, олимпиада ойындарынан жүлде алу деген өзі қаншама. Алмат Кебісбаев олимпиада ойындарына бір сәтке жетпей қалды, әлемді 5 рет мойындатты, жүлде алды. Олимпиада ойындарына барғанда бір сәтке анау бүкіл Иранның мықтысын қалай ұтып тұрды, ар жағында қола жүлде үшін бәсекеден оның функционалдық түрде жетпей қалды. Әйтпесе Алмат 2014 жылы сынған жақпен қола жүлде алған азамат болатын. Талып қалып ол жерде кейін мен әлгі деректі фильм жасағанда оны өзі де білмейді. Көрсеттім ғой эфирде, міне мынау сен есіңнен танып қалып, одан кейін қайта күрескен. Сол жерде бапкері барып күресесің ба дейді, аға мен күресем дейді. Қандай қайсарлық, қандай табандылық. Міне сондай жігіттер. Даниярды да жаңа финалда былайша айтқанда суперглеймен қабағын жабыстырып шықты ғой. Ал енді ана өзбек боксшысы қайта сол жараланған қабаққа ұра береді. Көрдіңіз бе? Даниярда бүкіл рингтан түскен сәттегі Даниярдың теңшел мен осы сәтке жеттім-ау деген қиыншылық сәттерін көрдік те көзбен. Сондықтан қаншама оны жаңа ойлады, елдің бәрі ойлады, әлгі қабақпен, жырылған қабақпен ол алтын алу мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде спортшының бабы және де бағы келіп жанып тұрды. Баг жанғанда ол бақпен ешкім таласа алмайды да. Сондықтан баг жанды, қаншама сен жаңа жарақатың бол, не бол, сынған қолмен де жұдырықтасып әлем чемпионы атанған жігіттерді білемін мен. Сынған қабырғамен, жаңағы Алматы сынған жақпен де жүлде алды. Алма сөйлей алмай тұрып, Елдостың өзі. Бір иығымен қанша Елдостен жарақаттан көп нәрсе жоқ. Бүкіл жері жарақат қой. Елдос табандылық, шыдамдылық, қайсарлық. Риода да көзіміз көрді, көз алдында тең дәрежеде қолынан алтында. Ол қандай өкініш, сіз ойлаңызшы. Қандай өкініш, қандай адамның енді ол үшін қандай мықты жүйке болу керек. Қолыңда тұрған алтыннан бүйтіп сусып кетеді, сен үміттеніп тұрасың. Мен олимпиада чемпионымын деп. Бірақ көрдіңіз бе? Мен бірақ оны қайталап өзінің табандылығының арқасында кейін дәлелдеді. Олимпиада чемпионы болды. Парижде оны енді өздеріңіз көрдіңіз, қаншама қиыншылықпен болды. Ол картейді, уақыты жетті деп, бүкіл спарринг өткізіп барып, қинап барып жіберді. Ол жерде соны енді қаншама қиындықпен келген өзін дәлелдеп шықты. Ал кейбір оңай лицензия алып бара салғандар, оңай барды да қайтпегендер де бар, енді туристері деп айтамыз ғой, былайша айтқанда. Болады енді оның 5 саусақ бірдей емес қой, соның себептен де. Сіз енді өзіңіз футбол көре бермейсіз ғой жалпы? Мүлдем көрмеймін. Иә. Бірақ Италияға барған кезде Ювентустың матчына барған екенсіз. Қазақстанда көрмейтін матчты Италиядан көру қалай екен, аға? Енді ол біздің енді арнада футболды жақсы көретін журналистер мен әріптестерім көп. Сол айтады, аға Миланға барғаннан кейін Ювентустың ойынына бару керек, көру керек деп. Сол себептен де Ювентустың ойынына билет алып тұрып 90 евроны былайша қиып, Ювентустың енді атмосферасы мықты. Мен енді Миланда 2009-да да жаңағы болған, ол жерде де барып көрген Милан, ол стадион, Сан-Сиро стадионда. Сонан кейін жаңағы былтырда тағы универсиадаға барған кезде көрдім. Футболдың енді атмосферасы ерекше, шыны керек. Енді ұлттық құрама сапында кезінде хабарда жүргенде жаңалықтар бергеннен кейін футболды да беруге тура келеді. Сол кезде футбол матчтарынан барып сұхбаттар, жаңағы Реалдың анау Зидандар ойнап жүрген кездерінен енді ақпарат тартқам. Содан кейін енді менің енді ұстазым Амангелді Сейтхан өте жақсы көрді ғой. Спорт десе, оның ішінде футбол десе, бүкіл текстті жазып тастайды, оны толтыратын видео таппай қиналатын кезіміз болатын. Сол себептен енді барып тұрып мүмкіндік болғаннан кейін енді көру керек деген соң, сол енді барған жерде футболға бәрі қызығушылық танытады. Енді миллиондардың сүйікті ойыны ғой. Сол себептен де бір сәтке барып тек көрдім, қандай болады екен атмосфера. Шынымен де стадиондағы атмосфера қандай екен деп. Италия сериясы қандай болады екен деп. Енді атмосфера халықтың бірлігі, көңілді, жаңағы шынымен де жанкүйер болып кетеді екен ішінде тұрғанда. Енді Амангелді аға туралы өзіңіз айтып отырсыз ғой, марқұм Амангелді Сейтханға өзіңіз інәлі шәкірт болдыңыз. Ол кісінің биыл дүние салғанына да биыл 5 жыл болып жатыр. Уақыт өте жылдам, жалпы сағынасыз ба? Әрине. Бұлай енді екеуміз бала күнімізден бірге өстік қой. Бір ауылды, бір жердің топырағын еттік. Мені өзі 3-ші курс болған кезде, мен 1-ші курсте жетектеп әкеп
екеуміз бір бөлмеде бір төсекте тұрдық, бір үзім нанды бөліп жедік. Үнемі ақылын айтып жүретін. Кейін спорт саласында да үнемі. Одан кейін жарыстарға кеткенде келген кезде не істедің, не қойдың, қандай сәттер болды. Үнемі. Былайша айтқанда мен енді маған сол кісіден басқа анам, әке-шешем телефон шалмайды. Сол кісі ғана телефон шалады да. Әйелім де маған телефон шалмайды. Әлі күнге дейін телефон шалмайды, білмеймін неге. Бірақ сол кісі телефон шалатын. Телеш деп айтатын, қалың қалай, келдің ба, аман есен деп. Әрине, соны сағынам да, шыны керек. Бірге өстік қой, мен бауыры, өзінің туған бауырынан мені жақсы көрді де, қасында алып жүрді. Ағаның айтқан қандай өсиеті әлі күнге есіңізде? Ағам айтқан өсиеті шүкірлік ет дейтін. Ол маған айтатын. Қандай да бір осы жарық дүниеге келгенің шүкірлік ету керек. Бүгінгі күніңе шүкірлік ету керек. Саған берілген мүмкіндікке шүкірлік ету керек. Маған айтатын, сен бармаған жарыс, сен бармаған жер жоқ қой. Бір жарыстан қалдым, анау мынау деп. Мен кейде айтамын, мына жарысқа бара алмай қалдым, анау мынау. Сол кезде айтады, шүкірлік ет, бармаған барлық мүмкіндікті көрдің. Алла осыған да тәубе етсін, бүкіл елге танылдың, жеңеді. Сондықтан да осы күніңмен өмір сүр деп. Сол ақыл әгінгі несі. Қандай да бір нәрсе болсын, ол мен осыған тәубе, осыған шүкірлік етем, осыған ризамын деп, өзімнің ризашылығымды білем. Мен анаған бармай қалдым, мынаған нетпей қалдым деп ешқашан налыған демеспін, қайғырмаймын. Бұйырғаны болады, бұйырмағаны болмайды енді. Онда тұрады. Сол ол кісінің басты өсиеті осы барыға қанағат қылуға, өзі қанағатты жақсы көретін, артық шашуды жек көретін. Сол себептен де барға қанағат, мен не болмаса билікке, бастық болуға, креслода отыруға ұмтылған азамат емеспін де. Ол да сондай болатын. Сондықтан да мен осы қарапайым халықтың арасында мен жарысқа барып келіп жүрсем, соған маған басшылық сондай мүмкіндік берсе, мен соған қазіргі күнде ризашылығым, және де Алла маған сол денсаулық берсе, сол жарыстарға барып көруге. Қазір мен 70-тің 5-еуіне келіп, несі бағада әлі олимпиада, әлі байрақты бәсекелерде бар. Мен сол кісілердің жолын берсе, сол кісі сияқты мен де 75-ке келгенде стадионнан ақпарат таратқым келеді. Мемлекеттік қызмет деп қалдыңыз ғой, ол жаққа қарай бет бұру жоқ па енді? Көрген білген тәжірибеңізді сол салада бөлісіп дегендей. Әзірге жоқ, мен әлі кабинетте отырып нақты шешімдер қабылдай алмайтын сияқтымын. Өйткені өзім әлі психологиям былайша айтқанда оған жетпеген сияқты, түбегейлі әйтпесе бөлісетін ақыл кеңес сұраса, мен ешқашан ешкімнен аямаймын. Бөлісетін ақыл кеңесімді айтайын. Қандай да басшылық келсін, мен бірінші рет басшылықтың ақылын тыңдаймын. Олар қандай тапсырма береді, мен былайша айтқанда солдат маған қандай бұйрық береді, мен соны орындауға тырысамын. Бірақ енді өзім ақыл кеңесімді, білгенімді жастарға сұраған кезде ешкімге жоқ, анау таршылық, менде анау біреуді де көре алмаушылық деген ондай қасиет жоқ, өз басымды сөйтіп ойлаймын. Сол себептен енді мемлекеттік қызметті Қазспорт кезінде ұсынды. Қазспорттың бас редакторы да болдым, өзім одан кейін бас тартып, өйткені ол жерде жауапты жұмыс, сен бүкіл материалдарды тегін жұмыста отыруың керек. А мен енді жұмыста отырып бір жағынан алаңдап отырамын да, ана жарыста не болып жатыр екен. Сосын қазір алдағы олимпиада ертең біткеннен кейін бірден қаншама жарыстар тұрды. Сол себептен олимпиада кезінде де қазір қаншама жарыстар алып жатыр. Сондықтан енді олардың ішінде барып мүмкіндігім болса барып көрген, мен өзім содан ләззат аламын. Соны көріп, жастардың неткеннен өзімнің жүрегім тыныштанады да. Жыл орыннан көрі суық ауада стендап жасаған ыңғайлы дейсіз ғой. Енді бізге ең қиын болған олимпиада ол әрине осы Пьончангта болды. Өте суық, әсіресе биатлонның спорт кешенінде мен 3 минут стендап жасап, қолғапсыз микрофон ұстап, қолым ашылып бойлады, инсульт болып қалған екен, мына қолым ашылмайды суықтан. Өте суық болды, жерде тамағы да жоқ. Өте қиын мен үшін ең бір өте қиын олимпиада сол. Ал басқа олимпиадаларды ойнап жүріп өтіп кетеміз. Жаңағы сіз Амангелді Сейітхан деп қалдыңыз ғой, сонда есіме түсіп отыр. Ол кісіні жалпы көп қиындық көрді деген әңгімені жиі естимін. Енді бір қарағанға ол кісімен соңғы жылдар енді әріптес болуға бір мүмкіндік туып еді. Бір қарағанда енді ол кісінің тұрақты жұмысы болды, өзінің жаңағы қонысы бар деген сияқты. Неліктен сондай пікір қалыптасты деп ойлайсыз? Енді бәлкім еркіндік болмады ма ол кісі? Енді шығармашылық тұрғыда. Ол кезде енді былайша айтқанда эфирден алып тастады ғой ол кісі. Сол үшін ғана қиянат жасалды деді. Эфирден алып тастағаннан кейін енді жарыстарға бармай қалды.
Былай қарап тұрсаңыз 2018 жылы Пьончанг олимпиадасының соңғы олимпиадасы да, оның өзінде де Сәкен Мұсайбеков сол кезде вице-министр Амангелдіні маған айтып, Амангелдіні алып келіңізші, ол кісі қайда жүр деп. Ол кісі мен айттым, ол кісі қазір спорт емес, жаңағы шығарушы жаңалықтар. Сол кезде мен кабинетіне алып барып, Амангелдіні біздің жаңа кетіп бара жатқан тізімге Мұсайбековтың өзі қосқан болатын. Ол кезде хабар тарапынан ол кісіні жібермейміз деген, ол тіпті мен хабардан не алып жаңағы жоқ, не демалыс, еңбек демалысын алып барам мен жарысқа, мен көрейінші деп. Сол секілді енді хабар, ол кездегі енді хабар арнасының сол кездегі басшылықтары Амангелдіге жарысқа шықпа, барма, эфир бермеді. 2004-тен бастап Амангелдіге эфир бермей қойды. Сондықтан енді жаңағы ашық айтты, қатты айтты деп сондай шектеулер болғандықтан, сондай жағдайда ғана ол кісі қиыншылық көрді. Енді ол кісіде де барып көргісі келеді, шыққысы келеді. Өйткені жүріп қалған адам, көрген адам көргісі келеді, ішінде жан дүниесін болады. Сондықтан сондай кішкене ішқұса болды да, сол кезде Амангелді де. Сон жаңа ашылмай қалды, ішқұса болып соның бәрін еттейді, бірақ енді ол тікелей келген ажал енді. Сондықтан енді оның бәрі де әсер етті деп айтады енді жүйкесіне соншалықты. Енді сол ғана қиянат жасалды ғой, эфирден шығармады, өйткені бұл эфирде бүкіл жан тәнімен, бүкіл жан дүниесін эфирге салатын ғой. Трансляция ол үшін керемет, бүкіл бір жеңілдеп қалатын, бір жарты сағат эфир шығар. Сен қалай анау бүкіл нелерді жүргізді, 98 жылғы әлем чемпионаты, 2022 әлем чемпионаты. Сол себептен сол кезден бастап қысым көре бастады да. Әрине адамның ол жүйкесіне әсер етеді. Саған шабыт беруге, шабыттануға барлығың өзіңнің мүмкіндігін паш ет. Ой, маған бәрібір мүмкіндік бермейді, анау мынау деп. Ол кісінің енді характері сондай болды. Енді маған үйтсем мен деген, менің характерім басқа, мен жарайды, көне сылым, жарайды деп. Бәлкім бүгін болмаса ертең болар деймін да. Ол сондайға шыдамайтын. Жаңағы белден басуға, біреуді нақақтан нақақ жазылғанға шыдамайды. Бірден ашу көтеріліп шығатын. Енді ашу көтерілген адамды кім жақсы көрсін? Сондықтан көп жағдайда сол бүкіл елім үшін, жаңа патриотизм, бүкіл бізде артында бір жармақ минут беретін де, сонда бізге айтатын, дайын НХЛ мен НБА-ны бере берсеңдерші эфирға. Жоғамы біз ұлттық спортты, бәйгені, ана жігіттер бір жерден етіп келсе, сапасыз видео болса да әйтеуір бір-екі кадр, аналар жүлде алып жатыр қазақтың балалары деп сөйтіп эфирге беретінбіз. Өзі хабарын дәуірлеп тұрған кезде 2000 мен 2004 жылдар аралығында біз осылай жұмыс жасадық. Рахмет ағайын, уақытыңызды бөліп, біраз естелік бөліскеніңізге. Көкейлеріңіздегі сұрақтарға жауап ала алдыңыздар ма? Оқырманда, тыңдарманда алды деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге көп-көп. Істеріңіз оңға баса берсін. Енді барлығы Миланнан жақсы нәтижелер күтеміз. Барша қазақ елін ақ олимпиадада қазақстандық спортшыларды қолдауға шақырамыз. Келіп тұрыңыз. Білмеймін, осыдан кейін елдер не жазады?